Hello dear students, how is it going? Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 5-ші сынып ағылшын тілі Students Book кітабындағы 99-шы беттегі жаңа тақырыпты өтетін боламыз. Exercise number 1. Бірінші жаттығуды орындайық ендеше оқушылар. Find the forms in the text messages on page 98. Оқушылар 98-ші беттегі бір-біріне жазған хабарламадағы формадан тап деген, яғни бұл жерде оқушылар көріп тұрғаныңызда be going to, affirmative form and negative form деп тұр, яғни болымды және болымсыз сөйлемдер тұр. Бұл жерде біріншісіне болымды сөйлемді жазуымыз қажет. Бұл жерде I'm not going to деп жазылған негатив формда. Енді affirmative формға біз I'm going to деп жазамыз. Енді бұл жерде екіншісіне қарайтын болсақ we are going to деп жазылған. Бұл жерге біз we are not going to деп жазамыз, яғни болымсыз түрін жазуымыз қажет. The next exercise number 2, read and complete the text with the verbs use going to. Оқы және толықтыр, яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай етістіктермен сөйлемдерді толықтыруымыз қажет. Көкпен қошалған бізде етістіктер, яғни going to-ді қолдану арқылы осы етістіктерді қолдануымыз қажет. Бірінші сөйлемді оқиық ендеше. First of all, I'm going to take you to a very high place. Бұл жерге оқушылар take етістігін жазамыз, яғни біріншіден мен сені жоғарыда орналасқан, яғни биік жерге апарамын дейді. It's a tower and we are going to go up and up to the top. It's over 100 meters high. It will be very exciting дейді. Бұл мұнара дейді, сол біз мұнараның ең шыңына, жоғарысына барамыз дейді. Ол 100 метр жоғарыда орналасқан, яғни биіктігі 100 метр дейді. Келесі сөйлемді оқиық. Next, we are going to walk, етістігін жазамыз бұл жерге, around the city center. Келесі біз қайда барамыз дейді, не істейміз дейді, яғни қаланың центрін, яғни орталығында жаяу жүреміз дейді, жаяу аралаймыз дейді. Келесі, of course you must try some Kazakh food, so for lunch you are going to eat beshbarmak, a delicious dish with meat and noodles дейді. Әрине, сен міндетті түрде қазақтың ұлттық тағамы бешбармақты түскі асқа жеп көруін қажет дейді. Ол өте дәмді тағам дейді, яғни еттен және жаймадан жасалынған дейді. In the afternoon we are going to visit. Бұл жерге оқушылар visit сөзін жазамыз. An entertainment center shaped like a tent and watch a film болады. Аударайық ендеше, күндіз біз қайда барамыз дейді, қайда барайын деп жатырмыз дейді, ойын-сауық орталығына, және де ол жерде не істейміз дейді, фильм көреміз дейді. The next exercise number 3, complete the sentence with the correct words. Оқушылар үшінші жаттығу, бұл жерде сөйлемді толықтырып жазуымыз қажет, дұрыс сөздермен. Бірінші сөйлемді оқиық ендеше. David and Sarah are going for 2 days дейді. Going to Астана деп жазамыз. Яғни Дэвид және Сара 2 күнге Астанаға барайын деп жатыр деген сөйлем. Екінші, I'm not going to go up the tower деп жазамыз бұл жерге. Келесі үшінші, we are going to visit the library деген сөйлем. Төртінші, you are going to have a great time болады бұл жерде. Бесінші, he is going to eat beshbarmak. Алтыншы, Sarah is going to watch a Kazakh film деп жазамыз. The next exercise number 4, look at the tourist notice board and write 3 sentences about the activities дейді. Оқушылар бұл жерде былай айтып тұр, яғни туристердің несіне қара дейді. Notice board деген бізде хабарландыру тақтасы, яғни саяхатшылардың хабарландыру тақтасына қара және де жаттығуға қатысты 3 сөйлем құра дейді. Мысалға бір сөйлем тұр бізде. Tomorrow we are going to go boating in Хан Шатыр дейді. Ертең біз қайықпен жүзуге Хан Шатырға барайын деп жатырмыз дейді. Мысалға екіншісіне сөйлем құрастырып қарайық. We are going to visit the Peace Palace on Wednesday at 9 o'clock деп жазсақ болады. Және де үшіншісіне былай құрасақ болады. We are going to walk around the city center on Thursday деп.
Төртіншісіне оқушылар өздеріңіз дәл осылай going to етістігін қолдану арқылы сөйлем құрастырып қараңыздар. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. See you next lessons. Goodbye, students.